Армысыздар, құрметті қыздар. YouTube каналыма қош келдіңіздер. Тіркеліңіздер. Өте қуаныштымын. Мені қарап жатқандарыңызға, маңызды мәліметтер алып жатқандарыңызға, бұдан да былай сіздерге маңызды мәліметтер, мағлұматтар беруге тырысамын. YouTube каналға тіркеліңіздер. Ал бүгінгі менің қозғайын деп отырған ең қазіргі еліміздің эпидахуалына байланысты ең маңызды тақырыптардың бірі бұл вакцина жайында айтқым келеді, қыздар. Жалпы вакцинаның әйел организміне, ер адамдардың организміне пайдасы мен зияны жөнінде айтып өткім келеді. Әрине біздің ел бірінші вакцина пайда болғанда өте қорықты, даже көптеген пікірлер болды. Вакцинаны салғаннан кейін көп адам 3 айдан кейін қайтыс болады екен деген пікірлер жүрді елімізде. Сондықтан өзіміздің вакцинаға жалпы сауаттылығымызды ашайық, сіздерге қыздар айтайын дегенім. Вакцинадан қорықпайық. Бұл вакцина дәлелденген, кәдімгі гриппке әрқайсымыз вакциналамыз ғой жылда. Сол сияқты вакцина бұл тірі вакцина емес, бұл вирустардың өлі штамы, яғни өлі вакцина. Сондықтан еш қорықпай, жүктілікті жоспарлаған қыздардың өзі де вакцинаны алса болады. Егер қатты бір наным сенімге, өзі қатты ойланып, соған қатты акцент бере беретін қыздар болса, әрине жүктілікті жоспарласаңыздар, алмай-ақ қойғандарыңыз жөн. Ал егер бізде Қазақстанның қыздарында жүктілікті жоспарлау деген, өзінің денсаулығына бірінші мән беру деген бізде өкінішке орай бір 5 әйелдің біреуінде ғана бар шығар. Ал бірақ сол 5 әйелдің 4-еуі жүктілікті жоспарламай аяғы ауыр болып жатады. Мысалға кейбіреуі вакцинаны алғаннан кейін ауыр болып қалуы мүмкін, енді алайын деп жатқанда ауыр болып қалуы мүмкін. Сондықтан қыздар, алсаңыз да сіздерге айтайын дегенім, қатты уайымдамаңыздар. Ол алынған вакцинаның сіздің жүктілігіңізге, жүктіліктің өту барысына 9 ай бойы, баланың дамуына, оның органдарының өсіп жетілуіне вакцинаның ешқандай кері әсері жоқ. Және де, егер сіздің күйеуіңіз вакцина алатын болса, оның ұрықтың сапасына еш әсері жоқ вакцинаның. Сондықтан еш уайымдамай, жүкті болып қалсаңыз, мен вакцинаның кесірінен үстіп жүктілігімді үзейін деп жатырмын деген теріс пікірден аулақ болыңыздар. Вакцинаға ғана байланысты жүктілікті үзбеңіздер, яғни аборт жасамаңыздар. Керісінше, сіз аяғыңыз жүкті болды ма, дәрігер, акушер-гинекологқа барып есепке тұрыңыз, уақытылы барылып бүкіл зерттеулерді өтіңіз, скрининг зерттеу, УЗИ-ларды өтіңіз, балалардың органдарының бәрінің саулығы үшін, және де анализдердің бәрін өтіңіз. Менің айтайын дегенім, бізде осыған байланысты Европада, яғни Англия елінде жүктілікке байланысты әйелдерді, вакцина салынған және салынбаған әйелдерді зерттеген ғалымдар. Сонда дәлелденген жағдай 180 вакцина алған келіншек, вакцина алмаған келіншектермен жүктіліктері бірдей өткен. Ешқандай вакцинаға байланысты асқынулар болмаған. Балаларының дамуында да вакцинаға байланысты асқынулар болмаған. Сондықтан дәлелденгендіктен қазір бүкіл ел өздеріңіз білесіздер, Pfizer вакцинасы біздің Қазақстанға да келді. Жүктілікті жоспарлаған, жүкті және емізулі келіншектердің барлығына, даже балаларға дейін Pfizer вакцинасын салуда. Бұл Европадан келген таза вирустың өлі штамы. Сондықтан оны алудан еш қорықпаңыздар. Керісінше, қазір өздеріңіз білесіздер, 22 жылдың алғашқы айында біздің елімізге коронавирустың жаңа омикрон штамы келіп жатыр. Сол омикрон штамынан жеңіл ауру жолы осы вакцина, қыздар, айтайын дегенім. Омикрон штамының басқа коронавирустың бұрынғы штамынан айырмашылығы не деген сұрақ болуы мүмкін көбіңізде. Айырмашылығы, бұрын коронавируспен ауырған адамдар
10-14 күн көлемінде ауырып, аурудың жаңағы асқынуы бір 13-14 күндері болатын болса, ал бұл омикрон штаммында тез жүреді. Ауру инкубациялық уақыты тез болады, яғни 5 күнге дейін, кейде 10 күнге дейін бұл аурудың асқынуы тез болып, жаңағы өздеріңіз білесіздер, бірінші кезекте өкпе, одан кейін қанның ұйығыштық жүйесі бұзылады. Сондықтан көбінесе жаңағы науқастар өлімге алып барып жатады. Осыған алып бармай, дүрлікпей, вакцинаны алып, иммунитеттеріңізді көтеретін дәрумендерді ішіп, уақытылы тамақтанып, балаларыңызға қарап, өздеріңіз тазалықты сақтап, неғұрлым үйден шыққан кезде маскаларыңызды тағып, асептика, антисептика жағдайын сақтап, қолдарыңызды қайта-қайта жуып, әсіресе сабындап жуып, антисептиктармен пайдаланып жуған жағдайда, сіздер осы омикронды да біз жеңіп шығатынымызға сенімдімін, қыздар. Сондықтан еш қорықпаңыздар. Қазіргі жағдайда коронавируспен бұрын қалай екіқабат қалай босанымыз, қазір керісінше ең орысша айтқанда стрессоустойчивый балалар қазіргі заманда өмірге келіп жатыр. Коронавирустың өршіп тұрған кезіне қарамай, өте денсаулығы мықты, керісінше балалар стресске, неше түрлі вирустарға өзінің организмінің қарсы шығатын қабілеті жоғары балалар өмірге келуде. Сондықтан ол қазір зерттеліп жатыр, сондықтан қорықпаңыздар. Керісінше өздеріңіздің вирусқа деген, вакцинаға деген сауаттылықтарыңызды кеңейтіп ашыңыздар деген келеді, қыздар. Осындай маңызды сұрақтарыңыз болып жатса, дайректке жазыңыздар. Егер менің приемыма келемін, сіздің жеке приемыңызға келгім келеді деген қыздарға телефон номер көрсетілген, сол арқылы хабарласып, приемға жазылып келсеңіздер болады. Жақсы қыздар, аман болыңыздар, ауырмаңыздар.